енді әкім өзгемей ма? Жамантай мырзам. Ол кісі бүгін командировкада орнына бүгін міндетін атқару үшін мен. Молодец, құдай Бәріміз шықсақ ашамыз да сол. Көмір әкеп бересіз ба? Мен 10 доллардың анасымын. Мен интерде тұрам. Менің балдарым үйде аш. Кредиті дейтін бар. Үйімде маған әкем алып берді. Өзім туған әкем. Мұнда далада қаңғып квартирада жедім. Әкем алып берді. Мен ертең осы саудадан отын алсам ба, көмір алсам ба, бала шағамның нанын, суын, шайын, майын жинап алсам ба деп. Маған 10 тонна көмір керек. Менің 10 балам әрқайсы артамда жатар. Мен Қазақстанға Тоқаев бір-ақтан шығарады, бірақ бізде неге сол бөлінеді? Қалай бөлінеді? Пенчевка, Атакент, Асығата, Бүркенде, базар ашып, Біз бүгінгі таңда қаулыға сәйкес карантин режимін талаптарын сақтап отырмыз. Міне, кеше уақыт 2 аптаға созды ма, енді 16-сына ашылады ма, мысал үшін бүгін 8-7 болды ма, азағында тағы да 1 апта қалды. Өткенде бізге уақыт беріңіздер бізге уақыт. Біз санитарный бәрін режим сақтаймыз. Енді қараңыздар, кеше сіздерден алдын бізге әкімшілікке бөлек болып 2 топ барған. Сіздің жұмыс орныңыз, жұмыс берушіңіз, мысалы үшін Қарақай базары ма? Жауап беріп жатырмын ғой сіздерге. Қарақай базары ма? Қарақай базарының басшысы кесін деді. Мен осы жерде өткенде болғандарыңыз болсаңыздар, айтыңыздар. Мысалы үшін Күлпәршін базары ма? Қарақай базары ма? Қарақай базарының егесі кесін. егесі барыпты ғой. Жоқ депсіздер ғой. Оның бәрін Жоқ, барған жоқ. Міне, енді қараңыз, енді карантин талабында, мысал үшін, сізді айтайық, сіздің бутигіңіз бар, дұрыс па? Сіз бутигіңізге өзіңіз маска тағып отырсыз. Карантиннің талабын сақтап отырсыз. Бірақ базарға келушілер, базардың есігінен кіріп шығып жатқан адамдар, жалпы халық карантин талабын сақтамаса, ертең соның штрафын сізге салса жақсы ма сол?